Ассаламу алейкум достар, қаз дауыстар арнасына қош келіпсіздер. Егер видео ұнаса каналға жазылып лайк басыңыз. Қазақ тілді арнаның дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Ал біз бастаймыз. Ғашықтың тілі тілсіз тіл, көзбен көр де ішпен біл. Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Өмір мұхит, уақыт толқын. Өмірдің алды ыстық, арты суық. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күніне бір мәрте, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір өзіңнен есеп ал. Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмай деген кісінің тілін кесер едім. Бұрынғы ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен. Ел басы топ басыларына тоқтай білетіндігі мен намысқойлығы. Өзі жат елде қайыршық қылып жүріп, елін бай деп мақтайтындар, Құдай қарғағандар. Малыңды жауға, басыңды дауға салып қор қылма. Өзі шошқа, өзгені ит деп ойлар. Серт бұзғанның орны шоқ. Көкірегі сезімді, көңілі ойлыға бәрі анық. Имансыздың сыртын қанша жусаң да, іші оңбайды. Сен асыққан екен деп, Алла өмірін өзгертпес. Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Қазаққа ақыл берем, түзеймін деп қам жеген адамға екі түрлі нәрсе керек. Біріншісі зор билік, екіншісі есепсіз байлық. Өзін тәрбиелей білмеген, өзгеге өнеге көрсете алмайды. Хақ сөзді бала айтса да, тоқтамақ керек. Пенде өлмейді арманнан. Жүректі қозғайтын жастықтың оты. Сынық қанат көбелек, ол да өмір іздемек. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме. Қызық келсе қызықпа, оңғаққа ерме. Жүрегіңе сүңгіде түбін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Қайғысыздың бәрі асау. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар. Олар надандық, еріншектік, залымдық. Нәпсінің қу мінезін тіл де үйренеді. Егерде мал керек болса, қолөнер үйренбек керек. Алдау қоспай адал, еңбегін сатқан қолөнерлі қазақтың төресі сол. Еңбек қылмай тапқан мал дәулет болмас, қардың суы секілді тез суалар. Тегінде адам баласы, адам баласына нақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі де ақымақшылық.
Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамшылықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады. Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық аздырар адам баласын. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылың екі жақтап. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Бір қайғыны ойласаң, 100 қайғыны қозғайды. Ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыт болады. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес талаға, ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. Құдайдан қорық, пендеден ұял, балаң бала болсын десең, оқыт, мал аяма. Қайратсыз ашу тұл, тұрлаусыз ғашық тұл, шәкіртсіз ғалым тұл. Мықтымын деп мақтанба, ақыл білсең, мықты болсаң, өзіңнің нәпсіңді жең. Пендеде бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдырда адаммен бір жаратылған нәрсе. Оны өзі тапқан емес. Оған егер бір іліксе, адам баласы құтылмағы қиын. Суды сүю, пайғамбар сүннеті.